Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Хачапури дайындайтын боламыз. Жылы суымызға дрожжымызды салып, жарты чай қасық қант, тұз, кішкене қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосып қамыр илейміз. Бір ас қасықта зәйтүн майын қосамыз. Жылы жерге қоямыз, қамырымыз көтерілемін дегенше. Салмасын дайындаймыз. Бұл жерде 2 сыр, бірі сулугуни сыр, бірі моцарелла. Екі ас қасықта қаймақ, екі ас қасықта сүт. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілді. Екі бөлікке бөлеміз.
тындыруға қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 190 градуста 25 минутта пісіреміз.